2021 жылдың 8 мамыры күні Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру болашаққа бағдар мемлекеттік бағдарламасының аясында ұйымдастырылған рухани жаңғыру жастардың өркениетке қадамы атты пікірсайыс турнирі өз мәресіне жетті. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай өткен пікірсайыс турниріне университеттің 1-4 курс бакалавриат білімгерлері қатысты. Интеллектуалды пікірсайыс университеттің рухани жаңғыру орталығы мен ЮНЕСКО педагогикалық кафедрасының алдын ала дайындаған арнайы тақырыптарымен жарыс ережесіне сәйкес студенттік американдық парламенттік формат пен Линкольн Дуглас форматтарында институттардың 20 құрама командасы және 20 төрешілері қатысқан онлайн платформасында жүрді. Турнирдің үздік төрешісі номинациясын филология және көптілді білім беру институтының студенті Айжан Темірғалиқызы жеңіп алса, жарыстың үздік талпынысы номинациясын жаратылыстану және география институтының студенттері Серғали Шабаев пен Айжан Базарбайдан құралған Шах-Имат фракциясы иеленді. Жарыс бойы жоғары көрсеткіштермен тәжірибе көрсеткен тарих және құқық институтының студенті Дінмұхамед Нұртаев пен математика, физика және информатика институтының студенті Балауса Сәрсенбек қызынан құралған Атамекен 2 фракциясы 3-ші орынды қанжығаларына байлады. Ал ақтық сайысқа шығып тартылысты ойын көрсете білген жаратылыстану және география институтының студенттері Назерке Әмірхан мен Алуа Тұрсбековадан құралған Күретамыр фракциясы 2-ші орын иегерлері атанды. 100-ден жүйрік оза шауып жүлделі 1-ші орынды тарих және құқық институтының студенті Айғаным Ғаниқызы мен филология және көптілді білім беру институтының студенті Тоғжан Бателестен құралған масс-медиа фракциясы қанжығасына байлады. Жеңімпаздар университет басшылығының дипломдары және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жүлделі орындарды табыстау рәсімі онлайн форматта өтті.